Ерте жерде жатқан ойыншықты көрді. Ол кімнің ойыншығы екенін білмесе де бірден қуанып алды. Аяғым, еркін оны жоғалтқан бала уайымдап жүрген шығар. Адал болай тәрбиеші апайға апарып берейін деді. Тәрбиеші балаларға алғыс айтты. Балалар, адалдық пен әділдік біздің балабақшамыздың басты құндылығы. Адал бала ештеңені жасырмайды, әділ бала өзгеге қиянат жасамайды деді. Балалар бірге ойнап кезекпен бөлісіп әділ болуды үйренді. Әділдік бәріне ортақ мүмкіндік беру. Адалдық жүректің тазалығы. Әділдік дұрыс шешім қабылдау. Sen bana bir oyuncak ver, sen sana kempik ver. Yok, sen ornuna tur. Ayak uğraşmış. Жасаған дұрыс па? Жоқ. Ал не істеу керек еді? Ол кезеңге тұру керек еді. Иә, өзінің кезегімен тұру керек еді. Ол Айзереге не бергісі келді? Кәмпит. Иә, қағай бергісі келді. Өйтіп жасауға Болмайды. балалар сендер өскенде де ертең өз жұмыстарына, оқуларына өз күштерімен түсіндіріп. Апайға берейік. Мүмкін бір бала іздеп жатырған шығар. Жарайсыңдар ба? Балалар, бұны қайдан алдыңдар сендер? Жарайсыңдар балалар, бұл ойыншықты жаңа бір бала іздеп жүреді, таба алмай жүреді. Сендердің әкелгендерің жақсы болды. Жарайсыңдар. Біз осындай адал болу керек. Даладан ойыншық тауып алып, маған әкеліп берді. Мұхаммед ойыншықты алып кеткісі келмеді, бірақ Сапия оны апайға апарып береді деп маған әкеліп берді. Бұл ойыншықты бір бала таба алмай жүрген еді. Дейін балалар қараңдаршы. Мұхаммед үйіне алып кеткісі келді. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Емес. Оны тауып алған затты иесіне не істеу керек? Қайтарып беру керек. Жарайсыңдар балалар.